Мекке Каабаға жетпейінше мен әлі күнге дейін сенімді емеспін да. Сондықтан да сіздерге де мен қазір айтарым, біз әлі кеткен жоқпыз. Әлі нәсіп болған жоқ. Алла тағала шақырды ма, шақырмады ма, қайсымызды шақырды, қайсымызды шақырмады, әлі белгісіз болып тұр. Сондықтан да ниеттеріңізді қазір Алланың үшін жүректеріңізді тазартыңыздар. Алланың разылығы үшін Алла тағала күнәмізді кешірсе екен. Өйткені умра Ал-умрату илал-умра каффаратун лима байнахума дейді. Умра деген бұл күнәларды кешіретін ғибадат дейді. Күнәлар төгіріледі дейді о жерге барғанда. Анасынан жаңа туғандай болып қайтады дегенде хадистер бар мысалға. Сондықтан да ертең барған кезде шынымен сол жақта осы күнге дейін жасаған тілден кеткен, істен кеткен, ойдан кеткен, жүректен кеткен, барлық кеткен кемшілік қателердің барлығын тастап кетем. Сол жаққа барып бір тазарып қайтам, Аллаға жақындап қайтам, Алланың дінін үйреніп қайтам, пайғамбардың өмірін үйреніп қайтам деп, жаңа бір дүние алып қайтам деп бару керек.